Бүгінгі шығарылымда болашақтың сәулетшілері жобасының инвесторы кім? Мен Генезиспін, ары қарай не істеуім қажет? Неге жастардың басын біріктіріп жатсыңдар және неге 300 мың? Сәлем достар, сіздермен бірге Инабат. Өткен шығарылымда мамыр айын білім айы деп жариялаған болатынбыз. Бұл дегеніміз, осы ай сіздер үшін маңызды тақырыптарға арналады деген сөз. Біз жалпы Қазақстан бойынша офистерімізге келетін қонақтардың сауалдарын, әлеуметтік желілердегі ең жиі қоятын сұрақтарды таңдап, бүгін тағы өзекті деген 5 сұраққа жауап береміз. Шығарылымның ақпараттары кәсіби және түсінуге қиын екенін ескертеміз. Сондықтан видеоны 2-3 рет қайталап көруіңізді сұраймыз. Ал видеоның кейбір бөліктерін түсінбеген адамдардың ыңғайына осы видеоның астындағы сипаттамаға тайм-код енгіздік. Сол арқылы түсінбеген жеріңізді қайта қарай аласыз. Ал ендеше кеттік. Бірінші сұрақ. Мен Генезиспін. Ары қарай не істеуім қажет? Сіздерге қалай көмектесе аламын? Адамдар тіркелгеннен кейін офиске сондай құлшыныспен келіп, мен Генезис болдым. Ары қарай не істеуім керек деп сұрайды. Достар, барлығы оп-оңай. Қазір айтам. Алдымен неден бастау қажет? Өзіңіздің таныстарыңызға, достарыңызға, туыстарыңызға Генезис системасы туралы айтудан бастаңыз. Өзіңізге қалай және қай байланыс түрі ыңғайлы, әлеуметтік желі, мессенджер немесе кездесуге шақыру арқылы болсын. Солай ақпарат беріңіз. Айта кетейін, біздің система тек жемқорлықпен күресушілерді ғана іздемейді. Бұдан бөлек біздің тағы 2 мақсатымыз барын білесіздер. Ол елді экономикалық дағдарыстан алып шығу және әділдікке қол жеткізу. Егер осы ортақ мақсатымыздың біреуін болса да қолдап, жобамыздың бір бөлшегі болғысы келетіндер болса, командаңызға қосыңыз. Ары қарай, оларды қалай қызықтырамыз? Офисімізге келіп, бізбен және өзіңіз сияқты бізге көмектесіп жүрген адамдармен танысыңыз. Біз сізді ресми түрде төсбелгі тағып марапаттап, естелікке фотоға түсіріп, бұл туралы кейін өзіңіз әлеуметтік желіңізде бөлісе аласыз. Бұл бірінші қадам. Осыдан кейін достарыңыз өздері қызығып, бұл не деп сұрай бастайды. Сол кезде оларға жоба туралы немен айналысатынымыз жөнінде және бұл үшін ешқандай қаражат салудың керегі жоқ екенін айтасыз. Біздің экосистемада жақсы жалақымен 300 мың жұмыс орны қарастырылғаны жайлы тиімді тұстарында айтып өтіңіз. Жұмысқа тұру бойынша кезекке тұруға келісім шартты дәл қазір жасауына болатынын да есіне салыңыз. Ал егер әңгімелесу барысында бір нәрсе түсініксіз болса, 2049 сенім телефонына хабарласып, сұрақтарыңызға жауап ала аласыз. Сонымен қатар, сізде біз берген сәнді банданаларды достарыңызға сыйлайтын мүмкіндік болады. Сондай-ақ достарыңыз, таныстарыңыз бен туыстарыңыздың, көршілеріңіздің арасында біздің жобамызды қолдайтындар болса, біздің сайтымыздағы петицияға қол қоюды сұрауды ұмытпаңыз. Сілтеме сипаттама бөлімінде. Ал егер Альфа Генезис болғыңыз келсе және адамдармен сөйлесуде, оларды тартуда тәжірибеңіз бен қабілетіңіз жеткіліксіз болса, біздің Қазақстан бойынша кез келген офисімізге келіңіз. Мұнда сізге келіссөзді қалай жүргізу керектігі жөнінде тәжірибелермен бөлісуге дайын адамдар жетерлік. Ал мұнан кейін міндетті түрде біздің TDFA.kz телеграм каналымызға тіркеліп, система туралы жаңалықтармен танысып отырыңыздар. Екінші сұрақ. Жастардың басын неге біріктіріп жатсыңдар және неге 300 мың? Барлығы оңай, қазір түсіндірем. Біріншіден, біздің экосистема 300 мың адамды жұмыспен қамтамасыз ете алатын болғандықтан 300 мың деген сандалдық. Оған қоса, бізге кадрлық резервке жемқорлыққа, ұрлыққа, басқа да қаралыққа түскен адамдар керек емес, және ондай адамдармен жұмыс істегіміз де келмейді. Біз ақылды, отансүйгіш, еңбекқор, адал адамдарды жинаймыз. Сондықтан бұлайша айтқанда, қазір Генезис системасы кадр таңдаудағы фильтр деуге болады. Екінші себеп. Өздеріңіз білетіндей, біз Қазақстан тарихындағы ең үлкен петицияға қол жинаудамыз. Және сол мақсатымызға жету үшін бізге өте көп адам керек. Сонымен қатар біз әділетсіздікпен күресеміз деп айтқан болатынбыз. Сондықтан болашақта әділетсіздік болған жағдайда біздің генезистер мен олардың анонимдері, альфа-генезистер заңды түрде петицияның көмегімен әділетсіздікпен күресетін болады.
Үшінші себеп. Genesis Live'тың өткен шығарылымда айтқанымыздай, депутаттар бізге және антикорға арандатушылықпен айналысуға тыйым салғандықтан біз басқа стратегияны таңдадық. Ол үшін бізге көп анонимдер керек. Системада неғұрлым анонимдер көп болған сайын, соғұрлым жемқорлардың бетін ашатын шынайы ақпараттарда көп болады. Үшінші сұрақ. Сіздердің серверлеріңіз қаншалықты қауіпсіз және менің GSM мен телефон нөмірім сіздерге не үшін керек? Біздің сервердің қаншалықты қауіпсіз екенін өзіңіз де оңай тексере аласыз. Ол үшін біздің genesis.kz сайтымызды ашқан уақытта сайт атауының алдынан HTTPS протоколын көресіз. Бұл сервердің қауіпсіздігін көрсетеді. HTTPS бұл SSL және TLS криптографиялық протоколдарының көмегімен шифрлауды қолдайтын HTTP протоколының кеңейтілген түрі. Яғни қарапайым HTTP-ге қарағанда бұл сіздің деректеріңіздің қорғалғанын және ақпарат шифрланғандықтан оның құпия екенін білдіреді. Енді көптеген адамдар петицияға қол қою үшін GSM нөмір жазудың не қажеті бар дейді. Біз 300 000 қол жинай салысымен үкімет платформаның әрбір қолданушысын, яғни деректерді тексеру мүмкін. Кейде адамдардың аты жөндері бірдей болады. Сондықтан әр қолданушыны GSM нөмірі арқылы сәйкестендіру қажет. Бұл тәжірибе көптеген платформаларда кеңінен қолданылады. Мысалы, өтініш.kz платформасында. Ал телефон нөмірі не үшін деп сұрасаңыз, қажетті қол жиналғаннан кейін мемлекеттік қызметкерлер петицияға қол қойған тізімдегі кез келген адамды таңдап алып, оның көрсетілген телефон нөміріне звондап, өз еріктерімен қол қойғанына көз жеткізуі мүмкін. Төртінші сұрақ. Инвестор кім және не үшін жобаларында қаржыландырады? Адамдар кейде инвесторларын кім деп сұрайды. Біз инвестордың кім екенін айта алмаймыз. Себебі Европалық инвестормен NDA келісіміне қол қойдық. NDA дегеніміз құпия ақпаратты жария етпеу туралы келісім. Яғни біз өзімізге осындай қағаз жүзінде мойнымызға жауапкершілік алғасын, оны жария ете алмаймыз. Бірақ біз осы европалық инвесторды тауып берген ұйымды атай аламыз. Бұл біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы басқару кеңесінің төрағасы болып табылатын Астана халықаралық қаржы орталығы мемлекеттік мекемесі. Ал Астана халықаралық қаржы орталығы мекемесінің басқарушысы Қайрат Келімбетов. Сондықтан біз инвесторды табуда және жобамызды жүзеге асыруда қолдау білдірген үшін Астана халықаралық қаржы орталығына алғыс білдіреміз. Келесі, инвестор не үшін сіздерді қаржыландырады? Біріншіден, біздің жобамыз Біріккен ұлттар ұйымының 17 тұрақты даму мақсатының 16-сына жауап береді. Бұл 17 әлеуметтік және экологиялық маңызы бар мақсаттар. Оларға кедейлікті жою, планетаның ресурстарын сақтау және өркендеуді қамтамасыз ету тағы басқалар жатады. Ковид пандемиясының және жаһандық жылыну салдарынан инвесторлар бұл мақсаттарға әдеттегіден де көп көңіл бөлуде. Бұл олар инвестициялауға дайын жоба үшін маңызды критерий деуге болады. Бұл трендті кез келген ірі корпорациялардың отчеттарынан оңай тексеруге болады. Мысалы, Газпром, Шеврон, Apple. Оның үстіне Apple компаниясының соңғы презентациясын Тим Кук өз тауарын жарнамалаудан бастамайды. Ол қоршаған ортаға көміртегі қалдықтарын тастауды азайтып, 2030 жылға қарай оны 100%-ке жоятын айтады. Бұл ақпарат біздер, яғни тұтынушылар үшін емес, Apple-ға инвестиция құйып жатқан инвесторлар үшін маңызды және қажет. Екіншіден, ESG рейтингі бойынша біздің жоба өте жоғары деңгейде. Мұның не екеніне тоқтала кетейік. ESG бұл компанияның экологиялық, әлеуметтік және басқару мәселелерін шешуіне қатысты басқару сипаттамаларының жиынтығы. Қазір әлемде инвесторлардың арасында кірісі төмен болса да ESG рейтингі жоғары жобаларға инвестиция салу тенденциясы өсуде. Мысалы, Илон Масктың Tesla компаниясын алайық. Ұзақ уақыт бойы ол пайдасыз болып келді. Бірақ оның ESG рейтингі жоғары болғандықтан инвесторлар бәрібір оған ақша салуға қарсы емес. Бізде де Tesla сияқты жоғары ESG рейтингі бар. Бірақ Tesla-мен салыстырғанда біздің жобаның табатын пайдасы ауқымды. Сондықтан өтеу мерзімі де шапшаң, 4 жылдан 6 жылға дейін.
Үшіншіден, біздің жобада Қазақстанда болмаған, бірақ Канадада өзінің оң әсерін көрсеткен сақтандыру жүйесі бар. Ол не үшін керек? Қазақстанда кейбір кездері табиғи апаттар мен құрғақшылық болуы мүмкін. Сол кезде тиімді менеджерлер банкроттыққа, немесе банкирлердің тілімен айтқанда дефолтқа ұшырауы мүмкін. Сол уақытта біздің сақтандыру қоры тиімді менеджерді және инвестордың ақшасын сақтап қалады. Төртіншіден, инвестор қалаған поставщиктерді алдын ала таңдау жүйесі қаражатты бақылауға мүмкіндік береді. Барлық төлемдер мен инвестициялардың қайтарымы қордың жабық экожүйесімен қамтамасыз етіледі. Барлық қаражат банктың бір жүйесінде айналымға түседі. Бұл кез келген тәуекел түрін айтарлықтай азайтады. Сондай-ақ жүйенің бірде-бір қатысушысы қолма-қол ақша алмайды. Оны тек жалақы, тауар, жұмыс және қызмет түрінде алады. Бесіншіден, экосистемамызда біз теңгеден бас тарттық. Барлық төлемдер мен жалақылар доллармен немесе евромен төленеді. Бұл біздің экосистемадағы девальвация мен инфляцияның алдын алу мақсатында жасалған. Біздің тауарымыз экспорттық және кірісті шетелдік валютамен алатын болғандықтан бізге осындай мүмкіндіктер ашылуда. Ал теңгеден бас тартуға бізге Астана халықаралық қаржы орталығы заңдары мүмкіндік береді. Алтыншыдан, Fitch кредиттік агенттігінің нұсқасы бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік рейтингі BBB деңгейінде және болжам тұрақты. Сондықтан бұл да біздің инвесторға ұнайды. Ең маңыздысы, инвестор жерді сатып алып немесе жалға алмайды және оны кепілге қоймайды. Яғни оның жерге еш қатысы жоқ. Осы тұста инвестордың қызығушылығы неде деген сұрақ туындайды. Оның қызығушылығы өзі салған ақшадан түсетін пайда ғана. Бесінші сұрақ – ақылды кеңестер. Бізге офиске келіп, неге жобаны кішігірім етіп бастамайсыңдар? Неге ауыл шаруашылығымен айналысатын жеке фермерлермен жұмыс істемейсіңдер? Неге жерді сол фермерлерден сатып алмайсыңдар? Дәндерді сатып, ақша таппайсыңдар ма? Осы жылы егін екпейсіңдер ме деген сияқты ақылды кеңестер айтатындар көп. Біз бұл туралы роднойларда, дебаттарда, басқа да роликтерде айтқан болатынбыз. Бүгін осы сұраққа жауап беру арқылы өз ұстанымымызды бір жолата бекітпекпіз. Неге кішігірімнен бастамайсыңдар? Біз кішігірімнен бастай алмаймыз. Себебі біздің жобамыздың тиімділігі ауқымдылығында. Қазір не себепте екенін түсіндірем. Бірінші қойған мақсатымыз өнімнің өзіндік құнын төмендету болды. Өнімнің өзіндік құны төмендету үшін шағын материалдар мен сатып алатын тауарлардың бағасын төмендету қажет болды. Яғни бұлар минералды тыңайтқыш, қосалқы бөлшектер, өсімдіктерді қорғау құралдары және ауыл шаруашылық техникалары. Егер сіз мұның бәрін үлкен көлемде және алдын ала сатып алсаңыз, онда өндіруші компания өте жақсы 50%-ке дейін жеңілдіктер беруге дайын. Екінші мақсатымыз, біз өндірген тауарларды сатқан кезде жоғары бағамен өтуін көздедік. Егер сізде экспортқа сататын тауардың көлемі аз болса, үлкен әлемдік ірі трейдерлер сізбен жұмыс істемейді және сіз жаққа қарамайды да. Сіз бағаны 20-30%-ке арзандатып, жергілікті сатып алушылармен жұмыс істеуге мәжбүр боласыз. Ал егер сізде өндіріс көлемі 1 миллион тоннадан асса, онда әлемдік трейдерлер сізге ең жақсы бағаны береді. Тағы бір айта кететін нәрсе, біз топырақтың 3 түрі бойынша сәтті пилоттық жобаны жүзеге асырдық. Және Қазақстандағы рекордтық көрсеткішке ие болдық. Бұл әр гектардан 35 центнер бидай және 20 центнер соя. Біздің нәтижемізді бұрынғы министр, қазіргі Қазақстан Республикасының сенаторы Күрішбаев Ақылбек Қажығұлы және Сәкен Сейфуллин атындағы мемлекеттік аграрлық университеті сөзбен емес, құжат жүзінде дәлелдеді. Енді қорытындылайық. Біріншіден, бізді қаржыландыруға дайын әлемдік инвесторымыз бар. Екіншіден, президентіміздің мәлімдемесі бойынша Қазақстанда заңды түрде алынуы тиіс 16 миллион гектар пайдаланылмай жатырған жер бар. Ал үшіншіден, біздің экономикалық моделімізді халықаралық аудиторлық Deloitte компаниясы растады. Төртіншіден, бізде жоғары сортты канадалық тұқымдар бар. Бесіншіден, біздің климат осы тұқымдарды алып келген Канаданың жерінің климатына ұқсас.
Ал алтыншыдан біздің системаға ауылдың жағдайын жақсарту үшін баруға дайын 5000-нан аса адам жиналды. Олар ертең-ақ жұмысты бастауға дайын. Осы барлық артықшылықтарды ескере отырып түсінбейтінім, неге біз кішігірімнен бастауымыз қажет? Келесі сұрақ: неге жері бар фермерлермен жұмыс істей бермейсіңдер? Олар сіздерге өз жерлерін ұсынуда ғой. Жұмыс істегіміз келмейтін себебі олардың 30 жыл бойы өзін көрсетіп, үйренуге біршама уақыттар болды. Осы жылдар ішінде олар өздерінің жұмыстарын арттыру үшін мемлекеттен үлкен субсидиялар алды. Сондықтан қазіргі фермерлерден гөрі жастарға мүмкіндік беру әлде қайда әділетті деп санаймыз. Біз ТДФ-ны жастардың жолын ашып, сәттілікке және байлыққа жеткізетін мүмкіндік болады деп сенеміз. Тағы бір өте жиі қойылатын сұрақ: неге фермерлерден бар жерлерді жалға немесе сатып ала бермейсіңдер? Біріншіден, субарендаға қазір тыйым салынған. Сондықтан субарендаға алатындарға және оны бізге ұсынатындарға бұл заң бұзушылық екенін айта кетейік. Екіншіден, жерді сатып ал деп кеңес берушілерге айтарым, қазіргі кезде Қазақстан азаматтарына жерді сатып алуға 5 жылдық мораторий жарияланды. Сондықтан жерді сатып алу да қазіргі кезде заңсыз болып табылады. Үшіншіден, инвестор өзінің талабы бойынша үкіметпен келісім шартсыз, еркін экономикалық аймақсыз, заңдарды тұрақтанусыз және тиімді менеджерлерге 5 миллион гектар жерді беру кепілдігінсіз бізді қаржыландырмайды. Тағы бір бізге қоюдан жалықпайтын, ал біз жауап беруден шаршамайтын сұрақтардың бірі: дәндерді неге сатып ақша таппайсыңдар? Бұл сұраққа тағы бір рет жауап береміз. Біз дәндерді сатпаймыз және сату туралы жоспарымызда да жоқ. Болашақта біз Канада үкіметімен ынтымақтастық орнатып, олардың тұқымдарын сатып алуды жалғастырғымыз келеді. Егер біз тұқымдарды біреуге сататын болсақ, оларды бақылаусыз айналымға жібереміз деген сөз. Мұнан кейін Канада бізбен ынтымақтастық жасағысы келмейді және біз Канадамен қарым-қатынасымызды бұзып, маңызды серіктесімізді жоғалтып алуымыз мүмкін. Ал келесі өте жақсы сұрақ: 2021 жылдың егіс маусымы қалай болады? Біз үкіметпен әлі келісімге келмегендіктен және барлық уақытымыз бен күш-жігерімізді петицияға қол жинауға жұмылдырғанымызға байланысты егін егу науқанын 2022 жылға қалдырдық. Бұдан кейін келесі сұрағыңыздың да қандай болатын болжап, бірден жауап беріп кетейін. Ал дәндер бұзылып кетпей ме? Жоқ, бұзылмайды. Себебі дәндердің сақталу мерзімі 5 жыл. Бүгінге осы. Біздің білім айының әлі де жалғасатынын естеріңізге саламыз. Сондықтан видеоның астына әлеуметтік желілерде пікір қалдырып, 2049 сенім телефонына хабарласып, немесе Қазақстан бойынша офистерімізге келіп сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар. Аман сау болыңыздар.